Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз теннистегі қауіпсіздік талаптар. Қауіпсіздік талаптарына келетін болсақ, яғни ойын алдында міндетті түрде денені қыздыру, жүгіру, созылу жаттығуларын жасауымыз керек. Арнайы спорттық аяқ киімді кию, таймайтын табан болу керек. Корттың құрғақ әрі таза болуын қадағалау, ракетканы дұрыс ұстау техникасын сақтауымыз керек. Және қарсыласқа және серіктеске қауіп төндірмеу, күн ыстықта су ішу режимін сақтау, теннис добын бетке жақын ұстамау керек болып табылады. Жалпы қауіпсіздік талаптары осы болып табылады. Ойынның негізгі ережелеріне келетін болсақ, ойын жеке 1-1 және жұптық 2 форматта өтеді. Матч 3 немесе 5 сеттен тұрады. Сет 6 геймге дейін созылады. Айырмашылық 2 гейм болуы керек. 6-ға 6 болғанда тайбрек ойналады. Ұпай жүйесіне келетін болсақ, 0, 15, 30, 40 және гейм, яғни ойын бірінші, яғни гейм бітеді. Доп қарсылас алаңына торын асып түсуі керек. Доп 2 рет жерге тиіп кетсе, ұпай қарсыласқа берілетін болады. Олимпиадалық және әлемдік жарыстарына келетін болсақ, теннис олимпиада бағдарламасына алғаш 1896 жылы енгізілген. Бірақ 1988 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Әлемдік жарыстарына келетін болсақ, Аустралия Open, French Open, Wimbledon Champions және US Open деген бар. Қазір алдағы уақытта оларды толығырақ айтып түсіндіретін болам. Ойынның, яғни негізгі ережелеріне келетін болсақ, сетка, яғни сеткаға подача ұрып атқан кезде, мысалы, доп тимеуі керек. Біріншісіне, одан кейін тие береді, яғни кіші үстел теннисі сияқты бірінші ұрған кезде сеткаға тимеуі керек. Құрал жабдықтарға келетін болсақ, ракетка, яғни салмағы шамамен 260-300 граммнан тұрады, ұзындығы 68-73 сантиметрден тұрады. Теннис добы, яғни сары түсті резинка және жүн қабаттан жасалынады. Спорттық киім жеңіл, ауа өткізгіш, таймайтын табанды аяқ киім болуы керек. Корт түрлеріне келетін болсақ, яғни топырақ, немесе шөп, немесе қатты жабын, яғни болуы мүмкін. Осындай түрлі корттарда үлкен теннисті ойнайды екен. Жаңа айтқандай, үлкен, яғни халықаралық жарыстар бар. Олимпиадалық ойындардан бөлек халықаралық жарыстарына келетін болсақ, Аустралия Open, яғни әр жылда ойналатын халықаралық жарыстары бар. Өтілетін жері, яғни Мельбурн қаласы, Австралияда өтіледі. Қаңтар айында өткізіледі. Корт жабындысына келетін болсақ, хардкорт, яғни қаттық жабыннан жасалынады. Қазіргі атауы доп жылдам әрі биік серпіледі. Яғни бұл алаңда доп жылдам әрі биік серпіледі екен. Ең көп чемпиондарды атайтын болсақ, Новак Джокович 10 рет ерлер арасында, әйелдер үшін Маргарет Корт 11 рет осы халықаралық аренада жеңіске жеткен екен. Келесі бізде French Open, яғни өтілетін жері Париж қаласында, Францияда өтіледі. Өтілетін уақыттары мамыр-маусым айларында өтіледі. Корт жабындысы, яғни топырақты ойнайды екен. Қызыл топырақ жабындысы, доп баяу қозғалады, ұзақ раллилер көп болады. Ең көп чемпиондарына келетін болсақ, Рафаэль Надал 14 рет чемпион болатын болса, әйелдер арасында Крис Эверт 7 рет осы халықаралық аренада чемпион атанған екен. Wimbledon чемпионшип, яғни өтетін жері Лондон, Ұлыбританияда өтіледі. Уақытына келетін болсақ, маусым-шілде айларында өтіледі. Яғни корт жабындысы шөп, яғни ең жылдам корт
доп төмен серпіледі. Ерлер арасында Роджер Федерер, 8 рет, әйелдер арасында Мартин Навритоллаға 9 рет чемпион атанған екен. US Open, яғни өтетін жері Нью-Йорк қаласы, ақшта өтіледі. Тамыз, қыркүйек айларында бұл жас өтіледі екен. Яғни корт жабындысы хард корт, яғни қатты жабын болады. Жылдамдығы орташа болады. Доптың ұшу жылдамдығы. Елдер арасында Джейми Коннорс, Рейд Самперс және Роджер Федерер 5 реттен чемпион атанған болатын болса, елдерде Крис Эванс және Серена Уильямс 6 рет халықаралық, яғни US Open'де чемпион атанған екен. Одан кейін сіздерге беріледі, яғни 10 тест сұрақтары, әрқайсысы дұрыс жауапқа 3 балдан беріледі. Одан кейін, яғни осы 10 тесттің сұрақтарын және жауаптарын жазып болғаннан кейін сіздерге үй тапсырмасы, яғни қай корт түрінде ойнау қиын және неге екенін анықтап дәптерлеріңізге түсіретін боласыздар. Жалпы қай кортта ойнау өте қиын, яғни аталған 4 корт бар. Сол 4 кортты атап өтетін боласыздар және дәптерлеріңізге түсіресіздер. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз осы, үлкен, яғни теннис туралы мәлімет берілді. Назарларыңызға рахмет.